Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге балықты қалай қуырамыз, ол үшін не істеуіміз керек, соны көрсететін боламын. Осындай қытырлақ және жұмсақ, дәмі, тіл үйіретін балықтың қалай қуырылу керектігін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен балықтарымызды тұздап 30 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін су құйып, балықтарымызды жақсылап жуып шайып аламыз. Балықтарымыз дайын. Енді бізге жұмыртқа қажет және ұн қажет. Ең әуелі балықты жұмыртқаға саламыз. Содан кейін ұнға батырамыз. Екі жағында жақсылап ұнға аунатамыз. Енді осы балығымызды қызып тұрған майға саламыз. Міне осылайша барлық балықтарды осылайша қуырып аламыз. Екі жағын да әдемі қызартып қуырып аламыз. Біздің балықтарымыз қуырылып болды. Осындай сырты қып-қызыл, қытырлап, дәмді болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.